Армысыздар, құрметті білім алушылар. Мен Астана политехникалық жоғарғы колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Бекентаев Жалғасбек Фазылбекұлы. Сабақтың тақырыбы: сап және оның элементтері, саптық тұрыс. Сабақтың мақсаты: саптық дайындық түсінігімен танысу. Алдын ала және орындауға берілетін командаларды ажырата білу. Саптық командаларды орындауды үйрену. Саптық дайындық әскери қызметшілерді әскери дағды мен әскери тәртіпке үйретудің маңызды пәндерінің бірі. Ол әскери қызметшіге саптық қалыпты, ұқыптылықты, тәртіптілікті, бөлімше құрамында жекелеген саптық тәсілдер мен үйлесімді қимылдарды дереу және дұрыс орындауды үйретеді. Құрметті білім алушылар, есте сақта. Саптық дайындық қарумен және қарусыз жекелеген саптық жаттығуларды машиналарға және жаяу реттегі қимылдар кезінде бөлімше, есеп тобы, экипаж, взвод, рота батарея, батальон, дивизион және полктерін жаттықтыруын, бөлімше мен бөлімдердің саптық байқаулардың, сондай-ақ әскери қызметшілердің ұрыс алаңында жылжу тәсілдерін қамтиды. Саптық дайындық сабақ кестесінде қарастырылған, оқу уақытында өткізіледі. Ол тактикалық, атыс, дене шынықтыру сабақтарында және басқа сабақтардың барлығында сапқа тұруда, қозғалыс кезінде күнделікті өмірде жетілдіріліп іске асырылады. Ал енді құрметті білім алушылар, саптық элементтермен танысалық. Сап әскери қызметшілердің, бөлімшелердің және бөлімдердің олардың өзара іс-қимыл жасаулары үшін жаяу тәртіптегі және машинадағы жарғымен белгіленген орналасуы. Қатар, қатарда белгіленген бір сызық бойында әскери қызметшілердің біреуі екіншісінің қасында орналасқан сап. Машиналар бойы машиналардың біреуі екіншісінің қасында бір сызық бойында орналасуы. Сап қапталдары. Саптың оң, сол жақ шеті. Бұрылыс жасаған кезде сап қапталдарының аттары өзгермейді. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бір қатардағы тұрған сарбаздардың оң жақ шеті мен сол жақ шеттерін сап қапталдар деп атаймыз. Келесі, маңдай шеп. Саптың әскери қызметшілер тіке қарап тұрған жағы машиналардың қарсы тұруы. Яғни суретте қарап тұрғандарыңыздай, әскери қызметшілердің алдыңғы жағын маңдай шеп деп айтамыз. Саптың тыл жағы маңдай шеп жағына қарама-қарсы жақ. Яғни әскери қызметшілердің артқы жағын тыл деп айтамыз. Аралық маңдай шеп бойынша әскери қызметшілердің, машиналардың, бөлімшелердің және бөлімдердің арасындағы аралығы. Ара қашықтық түкпір жаққа қарай әскери қызметшілердің, машиналардың, бөлімшелердің және бөлімдердің арасындағы аралығы. Сап ені, сап шеттерінің арасындағы аралық. Саптың ұзындығы. Саптың бірінші шетінен саптың соңғы шетіне дейінгі аралық. Машиналар қозғалысында машиналардың бірінші сызығынан машиналардың соңғы сызығына дейінгі аралық. Екі қатарлы сап. Бір қатардағы әскери қызметшілер басқа қатардағы әскери қызметшілердің ту сыртына қарай бір қадам ара қашықтықта орналасқан сап. Қатарлар бірінші және екінші деп аталады. Суретте көріп отырғандарыңыздай. Лек. Әскери қызметшілер бір-бірінің ту сыртында, ал бөлімшелер бір-бірінің артында. Жарғымен белгіленген
немесе командир белгіленген ара қашықтықта орналасқан сап. Жорықтық сап бөлімшенің лекке, сапқа тұрғызылған немесе бөлімшелер жарғымен немесе командир белгіленген ара қашықтықтарда бірінен кейін бірі сапқа тұрғызылған сабы. Бағыттаушы көрсетілген бағыттағы бірінші жүріп келе жатқан әскери қызметші. Бағыттаушы бойынша қалған әскери қызметшілер өздерінің қозғалыстарын реттейді. Тұйықтаушы лектегі соңғы келе жатқан әскери қызметші. Ал енді құрметті білім алушылар, саптық тұрыс пәрмендерімен танысалық. Мысалға, сапқа тұр, түзел, тік тұр, еркін тұр, реттел, тоқтат, бас киімдеріңді шеш, бас киімдеріңді ки пәрмендермен орындалады. Саптық тұрыс, саптал немесе тіктел пәрмендері бойынша қабылданады. Осы пәрмен бойынша тығыздалмай тік тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшымен маңдай шептің сызығы бойынша олардың табанын иініне қойып түзеу керек. Иықтарды жазып, ішті тартып, кеудені тік ұстап, денені бір шама алға ұмсыну керек. Саусақтарын жартылай бүгіп, жамбасқа тигізіп, төмен жіберу керек. Басты жоғары және тік ұстап, иекті алға шығармай ұстау керек. Еркін тұр пәрмені бойынша оң немесе сол аяқтың тізелерін бостап, орнынан кетпей, сөйлеспей, еркін тұру керек. Жинақтау пәрмені бойынша саптағы өз орнынан тастап кетпей, қаруын, киімдерін, жабдықтарын түзеу керек. Жинақталу бас киімнен басталады. Жинақтал пәрменің алдында еркін тұр пәрмені беріледі. Орында тұрғандағы бұрылыстар. Оңға, солға, артқа бұрыл пәрмендері бойынша орындалады. Келесі қозғалыс кезіндегі бұрылыстар. Яғни, әскери қызметшінің жүріп келе жатқан кезде берілетін пәрмендер. Оңға, солға, артқа бұрыла бас пәрмендері бойынша орындалады. Оңға, солға бұрылыс жасау үшін орындалатын пәрмен жерге оң сол аяқты қоюмен қатар бір мезгілде беріледі. Ал енді құрметті білім алушылар, мен сіздерге осы тақырыпқа байланысты саптық тұрыс бейнематериалын ұсынбақпын. Бейнематериалымыздың соңында сұрақтарға жауап береміз. Саптық дайындық әскери тәртіппен оған үйретудің маңызды пәндерінің бірі. Ол жауынгерлерге саптық тұрысты, оқыттылықты, жинақылықты, тәртіптілікті бөлімше құрамында жекеленген саптық тәсілдер мен үйлесімді қимылдарды дереу және тез арада орындауды дағдыландыруға бағытталған. Саптық дайындық қарумен және қарусыз жекеленген саптық жаттығуларды, машиналардағы және жаяу реттегі қимылдар кезінде бөлімше, есеп тобы, экипажы, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион және бригадалардың саптық үйлесімділігін, бөлімше мен бөлімдердің саптық байқауларын, сондай-ақ қызметшілердің ұрыс алаңында жылжу тәсілдерін қамтиды. Саптық дайындық сабақ кестесінде қарастырылған оқу уақытында өткізіледі. Ол тактикалық атыс және дене шынықтыру сабақтарында сапқа тұру, қозғалыс кезінде күнделікті өмірде жетілдіріліп іске асырылады. Саптал. Саптық тұрыс саптал немесе тік тұр пәрмені бойынша қабылданады. Тік тұр. Осы пәрмен бойынша тығыздалмай еркін тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшын маңдай шептің сызығы бойынша табанның еніне қойып түзетеді. Аяқ тік ұсталынып тізеден бүгілгенімен тығыз ұсталынбайды. Кеуде тік ұсталынады. Дене бір шама алға беріледі. Ішті тартып, иықты жазу керек.
Қол саусақтармен алақанды ішке қаратады да, бүйір мен жамбастың ортасында болатындай етіп ұстап, ал саусақтарды жартылай бүгіп жамбасқа тиіп тұратындай жағдайда төмен қарай жібереді. Басты жоғары және тік, иекті алға шығармай ұстайды. Өзінің алдына тура қарап, шұғыл әрекет жасауға дайын болу керек. Орындағы саптық тұрыс пәрменсіз де қабылданады. Бұйрық берілгенде және қабылданғанда, баяндау кезінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұран орындалғанда, әскери сәлемдесу кезінде, сондай-ақ пәрмендер берілгенде қабылданады. Еркін тұр. Пәрмен бойынша оң немесе сол аяқтың тізелерін бос ұстап, орыннан кетпей, назарды әлсіретпей және сөйлеспей еркін тұру керек. Жинақтау. Пәрмен бойынша саптағы өз орнын тастап кетпей, қаруын, киімдерін және жабдықтарын түзеу керек. Қажет болған жағдайда саптан шығу үшін тікелей бастығынан сұрануға болады. Бас киімдерді шешу үшін Бас киімді шеш. ал кию үшін Бас киімді ки. пәрмендер беріледі. Қажет болған жағдайда жекелеген әскери қызметшілер бас киімді пәрменсіз шешеді және киеді. Шешілген бас киім күн қағармен алға қаратылып, еркін түсірілген сол қолға ұсталады. Орында тұрғандағы бұрылыстар: Оңға. Солға. Артқа бұрыл. пәрмендер бойынша орындалады. Артқа және солға бұрылу сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен жүргізіледі. Оңға. Оңға бұрылу оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі. Бұрылыстар екі тәсілде орындалады. Бірінші тәсіл дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылып, алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек. Екінші тәсіл қысқа жол арқылы екінші аяқты тез арада қою керек. Адым саптық және жорықтық болады. Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шеруімен жүріп өту кезінде, олардың қозғалыс кезінде, әскери сәлемдесуді орындау кезінде, әскери қызметші саптан шыққанда және сапқа қайта келгенде, сондай-ақ саптың даярлық сабақтарында қолданылады. Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады. Ал енді құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты сұрақтарға жауап берейік. Әскери қызметшілердің саптық элементтері мен саптық қалыбы туралы не білдіңдер? Қайта сапқа тұру үшін қандай пәрмендер беріледі? Әскери қызметшінің міндеттерін анықтаңдар. Алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендердің ерекшелігі туралы айтып беріңдер. Алдын ала берілетін пәрмендердің қажеттілігі неде? Сап элементтеріне анықтама беріңдер. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.